Қайырлы күн, құрметті достар. Бүгінгі видеода халқымыздың киелі санайтын өсімдігінің бірі адыраспанның пайдасы жөнінде айтатын боламыз. Сондықтан денсаулығыңызға пайдалы видеоны соңына дейін көріп, қызықты ақпараттарды жіберіп алмаңыздар. Халық емдік қасиеті бар деп санайтын адыраспан түйе табандар тұқымдасына жататын көп жылдық өсімдік. Сабы мен гүлінде у болады. Ол сасық иісті, дәрілік шөп болып саналады. Биіктігі 30-80 см. Тау беткейлерінде, жол бойында, жазық далаларда өседі. Қазақстанда оның 3 түрі бар. Бір түрі шөл-шөлейтті, сортаңды жерлерде, әсіресе Шу, Іле, Сырдария, Сарысу өзендерінің бойындағы тақырланған жайылымдарда өседі. Оның сабағы бұтақты, салалы тамыры 10 метр тереңдікке жетеді. Гүлі ақ, сары түсті, мамыр-шілде айларында гүлдейді. Биология ғылымдарының кандидаты полинолог Саида Нығметова бұл шөп осыдан 2000 жыл бұрын халық арасында кеңінен қолданыста болғанын айтады. Бұрынғы заманда адамдар табиғатпен тығыз байланыста болды. Олар шөптердің қасиетін жақсы білді. Адыраспан орталық Азияда жиі өсетін шөп. Улы болғандықтан мал жемейді. Адамдар 4 түлік мұны неге жемейді деп оған назар аударса керек. Оның ерекше қасиетіне сенген. Адыраспан қандай ауруларға ем? Адыраспанның бұтағы, жапырағы мен гүлі емдік мақсатқа пайдаланылады. Атақты ғалым дәрігер Абу Али ибн Сина оны 8 көз, құйымшақ қабынған кезде шаншуды басатын дәрі ретінде қолданыпты. Халық емшілері адыраспанды ревматизм, қышыма және басқа да тері ауруларын емдеуге пайдаланады. Оның шөбінен қайнатып жасалған тұнба суық тигенде безгек ауруларына, нерв жүйесінің әлсіреуіне және ұстама ауруларына ем болып саналады. Адамдар оның шөбін жағып, түтінімен бас ауруын емдейді, әрі жұқпалы сырқаты бар адам жатқан бөлмені залалсыздандырады. Адамдар ежелден адыраспанның ұрығын зығыр тұқымымен қосып, демікпені емдеген. Сондай-ақ қара немесе қызыл бұрышқа араластырып, теңге қотырға жағады және несеп жүргізетін, тер шығаратын дәрі ретінде қолданады. Адыраспанды мыңжапырақ гүлдерімен, киік отымен, шөпшай гүлімен қосып қайнатады да, онымен асқазан сөлінің азаюын, яғни гепатит гастритін емдейді. Адыраспан шөбінің қайнатындысы мен тұнбасы ауруды басып, адамды тыныштандырады. Сырқатты асқындырмауға, тер шығаруға көмектеседі. Тұнбасы суық тигенде пайдаланылады. Ал қайнатындысы ауыз қуысы мен тамаққа, суық тигенде ауыз шаюға, басқа да шөптермен қосып, аяқты жууға қолданылады. Адыраспанды тас шөппен, қараңдыз тамырымен қосып қайнатады да, радикулитті, 8 көз, құйымшақ, невралгиясын емдеуге қолданады. Бұл ауруларды емдеген кезде жоғарыдағы қайнатындыны ішумен бірге шөбімен белді булау да жақсы нәтиже беретіні байқалады. Ғалымдар адыраспан жайлы не дейді? Адыраспанды зерттеу барысында оның құрамында гермалин бар екені анықталған. Ол антидепрессант. Дәрігерлер адыраспан жүрек қағысын тұрақтандырып, оның құрамындағы гермалиннің гидрохлориді туберкулез қоздырғыштарына қарсы тиімді күреседі дейді. Сондай-ақ ол сал ауруы мен паркинсонды емдеуде қолданылады. Бұл шөптің құрамындағы пеганин, вазицин, демікпені емдеуде оң әсерін береді. Адыраспандағы дезоксипаганин гидрохлориді іш жүргізетін дәрі ретінде қолданылады. Бұдан бөлек невралгия, миопия және басқа жүйке ауруларын емдеуге қолданылады. Шөптің құрамындағы пеганидин микробтарға қарсы күресуге мүмкіндік береді. Адыраспан үйді жын шайтандардан тазартама. Бұл шөпті қазақ киелі өсімдік деп санайды. Сондықтан халық арасында оны бәле жаладан сақтайды деп үйдің ішіндегі көрнекілеу жерге, кереге басына іліп қояды. Ал жаңа үйге кірерде босағаға жын шайтан мүлдем жоламасын деп адыраспанмен аластаған.
Сонымен қатар жын шайтандардан тазарту үшін адыраспанның бір бұтағын отқа салып, тұтатып үйді аластайтын болған. Жалпы адыраспанды түрлі микробтарды аластау үшін дезинфекция ретінде қолдануға болады. Оның жын шайтанды аластайтыны немесе оның иісінен жын жыбырдың қашатындығы жайлы нақты шариғи дәлел жоқ. Ал ондай ерекшелігін тәжірибеге сүйеніп анықтау бөлек зерттеуді қажет етеді. Сондықтан үйді жын шайтаннан тазарту керек болса, Құран сүрелерін оқыған дұрыс. Сонымен қатар адыраспан психоделиктер қатарына жатады. Оны көп мөлшерде қолдану адамды естен айыру жағдайына түсіруі мүмкін. Бұрынғы заманда моңғолдар адыраспанды у ретінде пайдаланған көрінеді. Олар оны жауының ұлтарағына жаққан. Бірнеше күннен соң адам өлген. Ұлт азаттық қозғалысының қолбасшысы батыр шешен Сырым Датұлының адыраспанмен улады деген дерек бар. Батырдың үзеңгісіне осы уды жаққан. Сырым Датұлы у табаны арқылы жұққанын білген кезде жанындағыларға аяғын тізесіне дейін шауып тастауды сұрапты. Бірақ батырдың аяғынан шабуға ешкімнің батылы бармаған. Салдарынан отарлау саясатына қарсы күрескен қолбасшы қаза тапқан.